Анда жасында туды ұстауға ешкімнің келмей шамасы, 300-дің қалмай баласы, алаштаған Құранны Алладан жәрдем сұрады. Қалмақта қазақ екі жұрт ұрысуға сап түзеп қазада беріп тұрады. 6000 қол қасында туылы ғасып басында, атада көбік қалмағын жекпеде жекке шығады. Міне бір келген қалмаққа ұлы жұрттың ішінен жыға деген бір батыр қарсыда қарап шабады. Атаға нәлет ит қалмақ, мына бір келген шығанның қылышпен басын қағады. Одан да шығып қалмағын орта жүзге келеді. Батыр еді, ортада қалмақ ойнайды, ішіп таққанға тоймайды. Ортаға шыққан батырдың көзінде жоймай қоймайды. Кәпірді қалмақ тасады, әруағы асады. Ортаға шыққан батырдың қанында сулай шашады. Ортада тұрған қалмағын қазақты қырып жапырып, нартүйінде бақырып, жылдамда келтіп шақырып, қарсыда қарап тұрады. Қазақтан батыр шықпады, шыққанын қалмақ мұқтады. Батырын қоса келін деп, қазақты сөгіп боқтады. Сол уақыттары түгел қақ, көңнайдаға сүйеніп, о баяғы ерлердің өткен ой жоқтадың ей. Әлгі аттанып келген ала көбік дейтін қалмақ ортаға шығып жекпе-жектеп, ұлы тізбенен орта жүздің батырын шаншып түйреп құлатты. Енді қазақтарға жекпе-жекке шығып келетұғын кім бар деп айқайды салып тұрды. Бұған қарсы шыға қоятұғын қазақтан батыр болмады. Түгел қарт нағыларын білмей зарығып толғап тұрған жері. Бүгін байызет жәнібек жәрдем бол бүгін інің ай, осы да бүгін ағалар бір көрінсең көзім ай. Тарқата еді ішімнен меніңді қайғы шерім ай, қайтып та келер күн болса жігіттік дәурен күнім ай. Сол күнім қайтып келмейді, қазасыз пенде көрмейді. Үлкейіп кеткен шағымда байыпта тұрған бағымда, алада көбік жеткеліп қартайғанымды білмейді. Жекпе-жекке шығып тұр бүкілді қазақ ішінен, қапырда туған шыққандай тумаған екен бір бала, таппаған екен бір дана, тумаған құстан ешара. Осылай деп бейшара көпке де жылап еңіреді. Түгел қартың бұл сөзі бір жылап тұрған көз көзі, қамақта тұрған қазақтың құлағына кірмеді. Жанада түгел сөйледі, бір жаратқан құлайым, көзіңнен жәрдем сұрайын. Жәрдем берсең құлайым, пендегі бар ма уайым. Адада көбік қалмаққа енді да көзім шығайын. Шығатұғым баланы тумаса қайдан табайын. Атса бір өліп қалайын, ежаным бар аяйтын. Ақшиепке қосылып ұжмақтан орын қалайын. Бірақ қайтыр екен кеші жүз сабырда етіп шырайын. Әнәуі көрген түсімді орсыда бүгін сынайын. Сол түсімнен бір үміт айдағардың үстінде төніп та жүрген ақ бұлыт. Кіші жүзден қалмаққа шықпастан екен бір жігіт, Алладан болса бір пана тапқанда бұлар бір дана. Кіші жүзден қалмаққа шықпастан екен бір бала, осыны айтып тұрғанда алада көбік қалмағын 200-ді жеңдім деп кіші жүздің тұсына ат ойнады барғанда. Қабағын тастай түйілген, лашын құстай шүйілген, кәпірді жаулық қалмаққа шығада шаптыр бір бала. Жауға да шапқан баланың 18-де жасы бар, қиылған қара қасы бар. Жаста болса баланың 1000 балаға басы бар, тап берген қара мұрты бар, ақ қағаздай көркі бар, астында ақ аты бар. Іскендірдей баланың басында біткен шақы бар. Қалмаққа шаптың айқайлап, о өлімнен болып ой бейхабар ей. Бұл шыққан бала Барақ батыр еді. Сол кезде жасы 18 еді. Ортаға шыққан баланы қалмақ көріп адырнасын қолына алып атайын деп ары бері қарап еді. Жаңаспірім жас баланы атуға көзі қимай, бұда бір белгілі ердің бірі шығар, атып тастамай, бірақ аты жөнін сұрайын деп, мынау қалмақтың баладан сөз сұрап атқан жері. Баланы көріп қалмағың адырнасын құрады, атайын деп баланы, бірақ атпай тұрып баланың аты да жөнін сұрады. Сонда бір қалмақ сөйледі, сен ағылған баласын, отайда қаулап жанасын, жас жаныңды аямай, маған неге шабасын, ажалдан айдап келді ме, балада қайда барасын. Сонда да бала сөйледі, мен бір қазақ баламын, оттай қаулап жанамын, абайлап сөйле қалмақ
қалмағым жаста болса аламын бет қалмақ сенің басыңды қанжығама таңамен алдыма түсте жете бер айтқаныма көне бер тайынбаймын ұрыссаң мынау астымдағы қаратты өлмейді тұрып бере бер сонда да қалмақ сөйледі алдыңдағы жас бала болады берме масқара ей болады берме масқара үмітің болса жаныңнан қарсыласпай қашпалы егер де қашып кетпесең қылармын енді масқара осыда тұрған жеріңде алайын ба жадыңды төгейін бе қаныңды өзіңді қандай мен қандай білесің бе әліңді қарта сөйле тіліңді қай қазақтың құлысың қай батырдың сойысың жылдамдап білдіріп жөніңді сонда бір бала сөйледі ей мен айтайын жөнімді танытайын көзімді алаулаған қалмағым тыңдап та қара сөзімді сатып алды ұлымын анамның аты қарқарам қазақтың мен бір туымын нағашым серке батырдың ежелгі елдің сойымын ұруым қазақ табынды құдайым ашқай бағымды жетеруге келемін жетіда тозақ түбінде бір шыбындай жаныңды осы бүгін аяға сен көзіңдегі барыңды сен итпенен тіресіп бүгін жазайыншы қарымды әне сол уақыттары қалмақ менің ата бабамды бұрын мекенінен қозғаған қазақ деген ел еді көзге түскен батыр сен болатын болсаң әуелгі кезек менікі соңғы кезекті сен аласың екеуміз атысамыз деп барақпен екеуі кезектесіп мынау қалмақтың айтып жатқандағы сөзі сонда бір қалмақ сөйледі қарада қалмақ жер едің ей арқаның алпы саласы жалпыда жатқан даласы байтақта жатқан қалмақты мекенімнен қозғаған сен қазақтың баласы соныңда үшін қазақтан алуға келдім кегімді қыруға келдім еліңді ұлы дүзбенен орта жүз бұл екеуі жеңілді ендігі қалған кіші жүз қызығымды көрінді мен қалаған жерден атамын ол кезепте тұрған оғымды батыр болсаң тайсалмай кәнеке қарсы бір қарап тұрынды ай сонда бір барақ сөйледі мен қарсы бір қарап тұрайын ала бір қалмақ жолыңды осының айтым ер бірақ қарсыда қарап тұрады қалмақтың аттан қоғында бір тәуекел қылады тәуекел ердің жолдасы пірлері болды сырласы кәпірдің оғын тигізбей асапенен қағады оқ жайына кетеді бараққа кезек жетеді алада көбік қалмақты енді де бала детеді шаншар жерін көзге алып алдынан шауып өтеді сауыттың ашық бір жері көзіне түсіп кетеді айнала беріп сүйілді сауыттың ашық жерінде лайсанды бала бұйырды лаукардан соққан көңайда қармақта болып иілді түсіре алмай қалмақты көрді де бала қиынды қазақта байғұс алдалап бір құдайға сыйынды найдасын ырғап толғады атынан қалмақ аумады кезегім менің бітті деп ол қалмақта қарап тұрмады бұда салдың айланы алдыртпасқа бұға бір садықта жатыр айланы екі арыстан айқасып нар бурадай шайқасып өлімге басын байлады айналды қалмақ ұрысқа өтпегесін батасы қолында қойды қылышқа шапқанда қылыш кеспеді атқанда оғы өтпеді алада көбі қалмақтың бұл жұмысы бітпеді әне балтаны найзаны салысып еді бұнымен де бітпеді беліндегі алмасы барақтың есіне түспей нағылар мінбе саш жүрген уақытында әлгі Алабөк батырдың қолындағы қылышын көріп беліндегі алмасы есіне түсіп енді қайтадан барақ батырдың Алабөкпен айқасып жатқаны сол уақыттары барақтың беліндегі алмасы бір түспеді есіне бір уақытта жер барақ жұмсағаны жау жарақ Алабөк қалмаққа ұмтылды батыр аллалап тұрсында қарап есіне мінді де батыр күшіне қылышты көзі көргенсіз беліндегі алмасы сонда бір түсті есіне ел айналып келгенше суырды барақ алмасын екі тәпілді кеудесін тастады кесіп белесін қалмақ аттан құлады ұзынынан сұлады алтындаған атының қулығасы бар екен еңкейіп аттан алады қанаты бар қаратты жетектеп алып шығады батырың болса қалмақтар және де келдеп тұрады мұны бір көріп қуанып қазақтың тілі шығады өліп жатқан қалмақтың қаны да судай ағады жасырынып қазақтан сайсараға бұғады ерлікті барақ асырды дұшпанын жеңіп қашырды қартайса да түгел қарпыда бір қырып келеді айтпайдан ағып кетейін мен сол секілді асылды келеді қуып қазақтар барады қашып қалмақтар қашқанда жауға қатын ер батырда
болып кетіпті арада көміп қалмаққа шыға алмай тұрған шырақтар қалмақта қашты қаладан 18 жасар баладан қаладан қашқан қалмақты қуды бір қазақ даладан бір уақыттары болғанда ербарақтың қасына жетіп та келді бір адам иманда жүзген нұрлы адам қолыңдағы найзаңды ей баламда бер деп сұраған бұл адамды көрмейді әлгі қаптапта жүрген көп адам қолындағы найзасын барақтап ақыр береді бір екенін біледі қалма балам жүре бер менің қызығымды көре бер деп алдындағы қалмақты қырып та жойып келеді қалмақты қырып болғасын әлгі бір алған найзасын бараққа қайтып береді мен әзіреті қыдыр бабаң деп ол қайыпта болып жөнелді бір уақыттары болғанда күн кеш болып еңкейіп бір мезгілде таң атқан таң атқасын түгел қартоң жастарып жұртын жинап әне ала көбікті өтіргесін жерде түгел қарт ертеңіне таң атқасын ел жұртын жинап алып япырмай кешегі бір бәледен құтқарған бала кім еді